Оразада ауызды неге құрмамен ашады? Каналыма тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыз. Қасиетті Рамазан айында мұсылмандар ауызды құрмамен ашуды сүннет деп есептейді. Ендеше мұның басты себебі неде? Құрманың пайдасы қандай? Құрма пальмалар тұқымдасына жататын тропикалық жеміс. Тігінен 24 метр биіктікке дейін өсетін құрма пальмасы көбінесе ыстық климатты аймақтарда өседі. Медицинада құрманы бір күнде ең көп дегенде 5-еуін жеуге кеңес береді. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыру қажет дейді. Сонымен құрма мынандай жағдайларда адам ағзасына ем. Құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуіне пайдалы. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады. Бауырды токсиндерден тазартуға көмектеседі. Сондай-ақ цирроздың пайда болуын қатерін төмендетеді. Бауыр фиброзы белгілерін жеңілдетеді. Аш қарынға желінсе шектегі бауырдағы құрттарды өлтіреді. Құрма көз жанарының көру қабілетін жақсарта алады. Сәбіздегідей оның құрамында А дәруменінің мөлшері көп. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз. Құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде ас қорытуға таптырмас ем. Оны асқазан ішек жолының аурулары тіпті асқазан жарасының профилактикасы үшін де пайдаланылады. Араб әйелдері көп ғасырлар бойы құрманы ерінің күш-қуатын арттыру үшін қолданып келді. Ол үшін жемісті ұнтақтап, ерлердің кофесіне қосады. Шаш сынғыш болса, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса құрма жеу қажет. Оның косметикалық маскалар құрамына қосуға болады. Себебі құрмада йодтың мөлшері де көп. Құрманы сүт араластырып, қалампыр қосып ішсе өкпенің қабынуы сияқты тыныс жолдарына шипа. Құрманың құрамында танин көп болғандықтан дене жарақаттарын тез жазады. Адамды арықтатады. Егер күрішпен бірге пісірсе, семіртеді. Құрамында А, Е, Б дәрумендеріне де бай. Сол себепті қан аз болған кісіге көп жеуіне кеңес беріледі. Жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс, өйткені ана сүтін көбейтеді. Сондай-ақ ол обыр дертіне қарсы пайдалы. Құрамында микробы жоқ жеміс. Ағзадағы жеткілікті калий жоғары қан қысымын болдырмай дененің терісіне жақсы әсер береді. Құрмадағы тағы бір минерал темір. Ол қанның қызыл жасушаларындағы эритроциттер түзуші гемоглобиннің жұмысын реттейді. Қаназдықтың алдын алады және де баланың дұрыс жетілуіне көмек береді. Құрмада кездесетін кальций және фосфат қаңқа мен тіреуіш әрі қозғалғыш аппараттарының дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаны сынғыш сүйек пен остеопороздан сақтайды. Құрма бал секілді тез қорытылады, ал құрамындағы нәрлі әрі пайдалы заттектер ағзаға жылдам сіңіп, денеге жақсы таралады. Соның нәтижесінде адам өзіне қажетті күш-қуат пен дәрумендерді, минералды элементтер мен көмірсуларды тез алады. Күні бойы ораза кезінде адам ағзасында қант мөлшерінің төмендеуі аштық сезімін шақырады. Құрмамен ауыз ашудың құпиясы да осында. Себебі құрма оразадан кейінгі қан құрамында азайған қан мөлшерінің орнын толтыратын фруктозаға бай. Айша анамыздың айтуынша, пайғамбарымыз оразасын жас құрмамен, жас құрма болмаса кепкен құрмамен, ол болмаса сумен ашатын. Сол себепті құрмамен ауыз ашуды сүннет деп білген мұсылмандар қасиетті Рамазан айында дастарханға құрма қоюды игі дәстүрге айландырған. Тіпті құрманы ауызашардың сәні деп айтуға болғандай. Құрамындағы қант мөлшерінің көптігі ораза ұстаған адамның күні бойғы денесінің әлсірегенін кетіретіндігін айтқан мамандар құрманы жай уақытта да жиі жеп жүруге кеңес беруде. Ауыз ашар уақытында жаңа піскен немесе кепкен құрманы пайдалану адам ағзасын пайдалы сахаридтермен байытып қуаттандырады. Жаңа піскен құрма құрамында су мөлшерінің көп болуы ораза ұстаушының ауыз ашар уақытта көп су ішпеуіне жағдай туғызады.